Адамның нервісін оятасың бар ғой. Кішкене әрек аш балам, әрек ал. Бүкіл нервімді оятасың. Системада жатыр, неде бар ғой. Давлениямды көтеріп отыр, епті. Давлениямды көтеріп отыр. Жаңа мына вторник, четверг, суббота, азанда 9-да бір бала келеді, 9 жастағы бала. Ата-аналар, айналайын құрметті ата-аналар. Баламның көті көгерді, беті көгеріп қалды, қолы көгеріп қалды. Ашуым келеді да, атаның бастарын алып келесіздер ма тренировкаға? Айтыңдаршы маған. Не үшін бересіздер боксқа? Бүкіл нервімді ойнатып мен. Қазір мына система алып жатқанда, системаны ерткеннен алып жатырық па? Бүкіл нервті нерв кетіп қалған уже. Кешірді мен, эмоционально айтып отқан шығармын енді. Қазір звондайды. Білесіңдер ма, әр баламен, кейбір ата-аналар бар, бір баламен жұмыс жасаймайды, бір баламен, туған баласымен. Біз бір сабақта 20, 30, 40 баламен жұмыс жасаймыз, 9 жасар, 6 жасар, 7 жасар кішкентай балалармен. Соларға бүкіл жанымды беремін. Асқар Нұрсұлтан деген бапкер бар, 3 бапкер. Артынан өсіп келе жатқан көмекші бапкерлерім. Бәріне солардың 3 бапкер, үшеумізде бүкіл жанымызды беріп жұмыс жасаймыз сол балаларға. Өмірді көрген, өмірді естіген нәрсені соларға көрсетіп, есткізіп, айтқызып соларға. Өмірде мықты болсын деп соларға жол көрсетіп соларға. Мінекей осындай жұмыспен соларды үйретіп, өмірімізді өткізіп жатырмыз. Әр балаға жанымызды беріп, әр балаға махаббатымызды беріп жұмыс жасап жатырық. Оңбаған ата-аналарсыңдар айтанат десе. Неменеге бересіңдер? Маған звондап сотқа берем. Қазір больницаға барам. Бір бәле мен ана обследование жасатқызып, синяктарын, побойларын шештірем, сотқа берем дейді. Беріңдер бар, білген боқтанын жендер ата-аналар оңбағандар десе. Адам нервісін айтасыңдар. Ұялмайсыңдар ма? Балаң көті көгерсе, беті көгерсе, үйінде жатқызып қой онда. Жатқызып қой. Басынан сипалап, басына шаң түспейтін үйінде қанша айдап үйлерінде ұстаңдар. Несіне әкелесіңдер маған? Несіне әкелесіңдер? Атаны басып келесіңдер маған жатты қозауға. Қазір звонды қалай ашуланбайсың? Қалай ашуланбайсың? Қалай нерв басыңа шықпайды? Звондап сонша сөз айтасыңдар маған. Жайлап түсіндіріп айтып отыр, маған звондайды жаңа. Көті көріп қапты, кім ұрды дейді. Баламды кім ұрды дейді. Көті көріп қапты, таяқпен ұрды дейді. Адам еместер ата-ана десе. Өңкей ұяты жоқ оңбағансыңдар. Айтайын сендерге. Баламды ұру үшін әкелген жоқпын. Сындыру үшін алып келген жоқпын дейді. Сол балаң қайта духын аштырып, бала мықты болса екен, бала күшті болса екен. Қандай махаббат беріп, қандай балаға қандай сөзім жоқ енді бар ғой. Бүкіл өмірде көргенім бар ғой, осы балалар жігіт болса екен. Ертеңгі жастары, қазақ еліміздің мықты азаматы, сол анасын, әкесін үмітін ақтайтын мықты жігіт болса екен деп, бүкіл күш қуатымызды салып, сабақ тәрбие өткізіп отырып қой. Оңбаған ата-аналарсыңдар, сондай маған сөйтіп айтатын, сотқа береміз, көгеріп қалды, көтіп қалды. Бокс қой бұл. Бұл бокс сал. Бұл боевой вид спорта. Бұл номер 1 вид спорта. Арла ұрмасын келесі жол. Бүйтпесін, ешкім ұрып соғып отқан жоқ. Таяқпен ұрды дейді. Кім таяқпен ұрды? Ешкім ұрмайды оны. Оның терісі жұлынатындай, оның бір қаны шығатындай, оның бір шек қаны ақтарылатындай, ондай бір жауыз тренерлер емес бізде. Құрметті ата-аналар. Көті көгерсе енді аумайды ғой, секіреді, шынтақ дейді, бас тиіп береді, бокс жасады. Көп ата-аналар перчатка, шлем алып бермейді бастарына, баспен бас соқсады, көзі көрінеді. Ол көті көгерді деп отырады 9 жасар балаларына ата-анасы. Ертеңгі күні ата-ана десе ол мұрны сынса, неше түрлі балалар мұрны сынып жатыр, бір ата-ана келмейді. Ата-ана кеше бір бала мұрны сынды, ата-анасы звондап жатыр. Маған айтады, мұхит, мен уайымдап қайта балама звондап, балам не болды, мұрны сынып кетті, 15-16 жасар. Ата-анасы айтады, жігіт қой дейді, шыдайды дейді. Өмірде мықты болу керек, шыдамды болу керек деп. Риза болдым сондай ата-аналарға. Бұл 9 жасар балам дейді, мұрны сынса, көті көгерді деп маған звондап жатыр. Мұрны сынса мені сотқа беріп, общий мені түрмеге кіргізіп тастайды ата-ана десе, 10 жыл, 15 жылға соттап мені. Оңбаған ата-аналар десе, нерв системалық екен, ашуым келіп тұр да қазір осыны түсіндіріп айтып жатырмын. Құрметті ата-ана, балаңыз мықты болсын, күшті болсын екен деп жұмыс жасап жатырмын. Аяқ қолы балғадай болсын екен деп жұмыс жасап жатырмын. Кішкене сабыр етсін, бір-екі ай үйренеді. Неше түрлі балалар болады, өлтірік айта салады. Мен сол кезде маған айтады, мен балам не өлтірік айтып жатыр ма не маған дейді сонда.
не мен балам маған алдамайды ол бүйтпейді сөйтпейді. Өмір бақи солай бар ғой, басынан былай сипалап, басына шам тимесін сипалап өсірген балалар бар ғой. Олар келеді бокс салады. Конечно, мына жақта жаумауыз тренері қинайды, жүгіртеді, секіртеді, бокстастырады. Ол өмір бақи әке шешесі былай бетіне сүлт деп былай сипалап өсірген бала болады. Не істейді ол? Ол алдайды ол. Өмір бақи шоколад, жылы жерде өскен бала, жылы жерде тұрған бала не істейді ол? Ол үйіне барады да ата-анасына айтады ол. Мен ана жақта ұрып жатыр, соғып жатыр деп, қырып жатыр, мен ішіме пышақ тығып жатыр дейді олар. Әр баланы сөзіне неге сене бересіңдер? Сенбейсіңдер ма? Жаттығуға келіңдерші маған залға. Көріңдерші біздің жұмысты, біздің еңбегімізді көріңдерші. Оңбаған ата-аналар келіңдерші. Отырыңдар әңгімеде, көріңдер. Қандай 30-40 баламен, 20 баламен жұмыс жасаған кезде көріңдерші. Мен міндетсініп жатқан жоқпын. Просто мен айтайын деп жатқам сол 20, 30, 40, 100 бала болсын. Сол балалармен жұмыс жасаған кезде бүкіл қандай махаббатымды беріп, қалай күш қуатымды, бүкіл энергиямды беріп біз жұмыс жасаймыз. Құлап жатқан баланы тұрғызып, жылап жатса көзін сүртіп, құшақтап, бетінен сүйіп, шалып жатқан баланың құшағынан құшағымызға алып көтеріп ол баланы күш, рух беріп жатамыз ол балаға. Соны көрмейсіңдер сендер сондай нәрселерді. Көті көгеріп қалды, аяғы көгеріп қалды. Соттаймын сені, бір бәлеге барам, ұялмайсыңдар ма? Оңбағансыңдар ата-аналар. Қазір нервім ойнап жатыр, мен қаным қарайып жатыр, мен жатып алып нерде қазір. Әкемендерші маған өтініш. Айналайын ата-аналар, ондай балаларымды өздеріне аманат, өздеріне қараңдар, бастарынан сипалап қойып, былай бастарыңды сипалап, балаларын өсіп, балаларыңды сөзін сөйлеп, әрдайым еңбек ететін қиын жерден тартып, балаларны жұмсақ жерге, тәтті жерге, сондай бір керемет жерге апарып жүріңдерші. Маған әкемендерші, жолатпаңдар мені залыма.